енді сабақ деген ол білім деген қазір біліп жатсыздар, білім өте қажет адамдарға. Біздер енді бәріміз қарасақ, кезінде бәріміздің дипломымыз бар, жоғары білім болсын, орта білім болсын. Бірақ сол саламызда біздің жұмысымыз қысқарып қалып, болмаса сол жұмыстағы табысымыз жетпей жатыр. Сондықтан адамдар не істеп жатырмыз? Қосымша тағы бір өзімізге кәсіп істеп жатырмыз. Ол кәсіп қазір енді бұрынғы кәсіптен қазір айырмашылығы қазір білімнің заманы. Білім заманы дегенде қазір қарасаңыз бәрі білім алу керек, білімді жетілу керек деп жатыр, ең бірінші жетілетін нәрсе бұл өзіміздің жетілуіміз. Яғни өзіміз, біз адам ретінде бойымыздағы ең бірінші не бізге әсер ететін қорқыныш. Біздер қазір ең керек нәрсе қорқынышты жеңу болып жатыр. Енді қорқынышты жеңу үшін біз қорқып отыра беретін болсақ, біздерде кішкентай кезімізден тәрбиеленген ғой, біз балдарымызды жек тәрбиелейміз. Сондай тәрбиені қою керек қазір. Балдар қорқытып, мынаны істесең қазір жаңағы бабай алып кетеді, мынаны істесең күйіп қаласың, мынаны істесең қазір өстіп қаласың, бірдеме істейін десе, тек қана не айта береміз, қарасақ, бір өздеріңізді қадағалайтын болсаңыз, балдар қорқыта береміз. Істеме айта береді екенбіз. Осылай сабақ беріп отырған өзінде кейде мен қарап қалсам, байқамай істеме деген айтып қалғанда, сосын барып неге істемеу керек екенін ашықтаймын. Ол неге істемеу керек, істесең не болады, істемесең не болады деп баламен осылай сөйлесуді үйреніп жатырмыз қазір. Балдарға еркіндік беруді үйретіп жатырмыз. Мен негізі о бастан осы балдарыма еркіндік беріп өсіргенмін. Ол бала егер көрмесе, бір нәрсені істеп, оны біз істейін деп тұрған нәрсесін алдын ала оны жаңағыдай болдырмайтын нәрсені әкеліп, ол жаңағыдай қателесетінін біз ойлаймыз, қателеспеу керек деп та, балдар. Біз қателеспеу үшін оларға сол алдын алып көмектесіп отырмыз дейміз. Біз оларға керісінше жасап жатырмыз. Яғни істетпеу арқылы оларды сол істеп көріп қателікті өздері көруді үйретпей жатырмыз да. Сондықтан өскенде не істейді олар, бір нәрсені істейін десе қорқып тұрады. Қазір дұрыс болмай қалса бата алмайды, ұят болып қалады. Қазір дұрыс болмай қалса жұрттар маған күледі, қазір дұрыс болмай қалса мені жұрттар жаңа мазақтайды деген әдет ол балаға не істейді, кішкентай кезінен біз оны қалыптастырып қоямыз. Сол сынып қалғаннан кейін қазір бізге сол не болып жатыр? Қиын болады ғой. Біреуге айтайық десе не істейміз? Қорқамыз, неден қорқамыз? Қазір мама жоқ деп айтады. Біз адамдардан не алуға, жаңағыдай жоқ деген жауапты алуға қорқып жатырмыз. Сол жоқ деп айтса, кәдімгідей не алып қаламыз, біз өзіміз мұнайып, көңіл күйіміз түсіп, өзімізді жаңағыдай бір әлсіз болып сезініп қаламыз. Енді біз не істеп жатырмыз, неге үйретіп жатырмыз сіздерді? Біз өмірімізді өзгерткіміз келіп жатса, біз өзіміздің жақсы жетістікке жеткіміз келіп жатса, одан ұялмау керек деген нәрсені үйретіп жатырмыз. Қараңыздар, сіздер өміріңізді өзгерткіңіз келіп жатыр, одан неге ұяламыз біз? Сіз жақсы өмір сүргіңіз келіп, сіз басқаша өмір сүргіңіз келіп, сіз басқаша бір кәсіп жасағыңыз келіп жатыр. Содан біз не істемеуіміз керек, бүгіннен бастап жазып алыңыздар, ұялмау керек. Ұялмау керек. Өміріңізді өзгерткіңіз келіп жатқанды біреу не деп айтады екен, біреу естіп қойса мынау не істеп жүр деп айтады екен. Жаңағыдай бұрын біздерде сауда жасау деген ұят болып есептеледі еді, 90-шы жылдар, 91-ші жылдары біздерде сауда деген жоқ еді. Біздер өзбек халқы сататын еді, заттар келді. Қазақтар онша сауда істемейді. Сонда біз жаңа базарда сауда істейді десе ұялатын тұрмыз. Ойбай, базарда тұрма, сауда істеп тұрма деп айтады екен. Саудагер деген аттан ұялатым мен өзім. Ең бір базарға шыққанда жұмыссыз қалдым ғой 93-ші жылдары. Сол базарға шығып, енді өзім қызмет жасаған адам жұмыссыз қалғаннан кейін бәрін бір күтіп отырды, саған өзгереді, бір жақсылық келеді деп. Бірақ мен жұмыссыз қалғаннан кейін 4 баланы асырауым керек, мен бірден базарға шығып кеттім. 4 коробка әкелдім да базарға қойып, бір таныс апамыз бар, сол қасына қойып, таныстар десе қашып кетемін. Қашып кетемін да, жаңа мен айтады екен, базарда отырма деп айтады екен деп, қашып ала кеткенше жаңа қарап жүрмін, кетіп қалған кезде келемін да. Бір күні келсем, жаңа апам айтып жатыр екен, немене мына не істеп жүр деп қасында айтады екен. Сатпайтын болса үйінде отырмай ма? Затын тастап деп. Сөйтіп айтқан сөзі, мен келіп тұрған естімеймін, көрмей қалды, артынан келіп қалған ғой, сол сөзі намысыма тиіп базарға шықпай қалған. Көрдіңіз ба, сонда сол сіздердің бәріңізде бар. Бәрімізде бар. Ұяламыз да біз, ұят. Ал на самом деле оның несі ұят, менің балдарым аш қалғаны, тамақсыз қалғаны, ақшасыз қалғаным маған керек па? Жоқ. Соны ұялмай, адамдардың керек нәрсесін сатуға, адамдар сияқты оның несі ұят деймін да, кейін ойласам. Содан бір-екі жетті базарға шықпай қалғам, сол сөзден ұялып сатпайын деп. Қарасам тағы да болмайды шығуға. Өйткені табыстың көзі жоқ қой. Қайттан базарға шығып, сөйтсем сол отырған жерімде престижный орын ғой, жаңағы базарда да
орындар болады ғой, алдыңғы орын, артқы орын деген сияқты. Сол орыннан алып қалдым құрылысқа деймін да. Қараңыз, сонда не істедік? Сол бір адамның айтқан сөзіне ерексіп, соны не пайда таптым? Ана жерде екі жерде тұрған престижный орыннан айырылып қалдым. Сол өмірдің бәрі сабақ қой адамға деймін да. Сол сияқты сіздер де қазір өміріңізді өзгерткіңіз келіп жатыр ма? Қазір сіздер базарға барып сауда істей алмайсыздар, өйткені жұмыстарыңыз бар деген сияқты. Қосымша табыс ретінде сіздер жасағыңыз келіп жатыр, я болса қазір сіз сатайын десеңіз, бәрі сатылып қалған сияқты, сіздің затыңызды ешкім алмайтын сияқты. Біз жасамай-ақ өзіміз істеп қоямыз. Мен барсам затым өтпей қалады, мен барсам жаңағыдай адамдар қарамай қалады деген нервен жаңағыдай өзімізге кедергілер өзіміз қойып аламыз да, өзіміз не істейміз, жолымыз жабамыз дейміз. Біз жолымызды ешкім жаппайды, өзіміз жабамыз. Ойымызбен не істедік біз, өзіміздің жолымызды өзіміз жауып тастадық, олай деп тұрған нәрсені. Сонда сіздер кәдімгі 21 ғасырдың өте үлкен бір кәсібі ғой бұл. Бұл кәсіп сіздер ешқандай жаңағы орын талап етпейді, үйде отырып та жаңағыдай таныстарыңызға интернетпен, сайтпен не істеп алса, қазір жұмыс жасап жатырсыздар, Енді қарасаңыздар, қазір адамдарға не керек? Денсаулық керек, дұрыс па? Денсаулық керек. Денсаулыққа біздің өніміміз пайдалы ма? Пайдалы, көрдіңіздер ғой, өздеріңіз ішіп пайдаландыңыздар ғой. Яғни бұның пайдалы екенін көрдіңіздер, соны тек таныстарыңызбен, туыстарыңызбен не істеу керек? Бөлісу керек қой, ақпарат беру керек. Ақпарат, сіздің берген ақпаратыңыз не? Ақылы болып тұр ғой. Сіз айттыңыз, ол кісі алды. Сіз ақша салған жоқсыз ғой. Ол кісі айттыңыз, нәтижені айттыңыз. Нәтижеңізді айттыңыз, ол алды, өз ақшасын салды ғой. Ал сіздер компаниямен кім боласыздар? Бизнес серіктес боласыздар. Қазір сауданың жетілдірген түрі маркетинг дейді бұны. То есть бізде өндіруші завод бар. Бұл Қазақстан Республикасы заңында қарастырылған. Өзіміздің Қазақстанда өндіріліп жатқан заттарды осылай жаңағы маркетингпен сатып адамдармен бөлісуге біздің құқымыз бар. Бұл заңда қарастырылған. Сонда сіз қорықпай, бұны адамдарға ашық, жария, біз осылай офис ашып, адамдарға жеткізіп отырғанымыз сол себептен сайтта, жаңағы интернетке не беріп отырмыз, біз ақпарат беріп отырмыз, Енді қараңыздар, сонда бізде ең бір неден біз жеңуіміз керек? Қорқыныштан. Қандай қорқыныш бар сіздерде, айтыңыздаршы? Осы өнімді адамдарға ұсынып сатуға қорқыныш бар ма? Бар ма қорқыныш? Сонда қандай қорқыныш? Айтуға қорқасыздар ма? Жоқ, адамдардың ақша жоқ деп ойлайсыздар ма? Ақша жоқ, оның үстінен олар көбі ойбат, шөп, мұндай деген сияқты бір сразу не бермейді, көңілге алмайды, кейін жарай, көрерміз. Сізде қорқыныш не? Ол өзіңізде бойыңызда қорқыныш. Ол қандай қорқыныш? Сізге ана кісіге сондай жауап бергізіп отырған. Біз ойлаймыз, сырттағы адамдардан көреміз да, адамдар сөйтіп айтады деп біз солар үшін ойлап, солар үшін шешіп қоямыз да, сосын сондай жауап алған кезде айттым ғой дейміз ғой. Кемеңге шыға келеміз. Айттым деп уже білгіш болып келе келеміз, бірақ соны айтқызып отырған біздің бойымызда өзіміздің қорқынышымыз. Сіз қандай қорқынышсыз деп ойлайсыз, соны айтқызып тұрған сол сізге сендірмей тұрған. Не болып тұр бұл жерде? Ол кісі сенбей тұр ғой. Значит, сізде сенімсіздік бар. Сізде сенім, сізде, например, біздің өнімдерге сенімділік бар, өйткені сіз оны іштіңіз, пайдаландыңыз да. Сіздің оны қолжетімді екеніңізге сенесіз, өйткені сіз оны алып іштіңіз, Сізде қандай сенімсіздік бар, соны тауып алу керек. Жазып қойыңыз. Сіздерге адамдар сенбей жатыр ма? Сізде сенімсіздік бар. Сіз компанияға сенбейсіз ба? Я болмаса өзіңіз арманыңыз, мақсатыңызға сенбейсіз ба? Өзіңіз жақсы өмір сүргіңіз келеді, бірақ оған сенбейсіз ба? Неге сенбей тұрсыз? Енді сіз қандай мақсат, мен әрдайым айтамын, мақсатымызды айқындамай, біздің кәсібіміз алға қарай жүрмейді. Сіздер осы жерге келіп отырсыз, менің сабағымды алып отырсыздар, Біржан Санның сабағын алып жатырсыздар, Жанат ханым сіздерге Инстаграмда үйретіп жатыр, бұның бәрі сіздердің мақсаттарыңызға байланысты болып жатқан жағдай. Сіздер ойламаңыздар, әшей, мен бүгін келдім де сіздерге сабақ беріп отырмын деп та. Әшей еш нәрсе болмайды өмірде. Бәрі біздер не? Біздің ойлаған ойымыздың бәрі не істедік дедік біз бір формаға айналады. Яғни ол сіздің очки алғыңыз келген ой болса, ол неге айналады? Очки алып тағасыз. Сіз ручканы ойласаңыз, не пайда болады сіздің өміріңізде? Ручка өткен, сізге жазуға ручка керек. Дұрыс па? Ручканы алып пайдаланасыз. Яғни сіздің өміріңізде өзгерткіңіз келіп жатыр ма? Өміріңізде бір арманыңыз бар ма? Сол арманыңызға қарай сізге не келді? Мүмкіндік келді. Көрдіңіздер ме? Мүмкіндік келді. Сол мүмкіндікті енді пайдалануда өздеріңіздің қолдарыңызда, пайдаланбады өздеріңіздің қолдарыңызда. Сол мүмкіндік сізде не үшін келді? Қай сіздің арманыңызға осы мүмкіндік келді білулеріңіз керек.
қалай ол жазып алыңыздар. Яғни сіз қазір осы Станива компаниясында бизнес серіктес болып отырсыз ба? Онда сіздің қай арманыңыз осы жерге алып келді сізді? Сіздер бір ойларыңызда қатты қиналдыңыздар, Алладан сұрадыңыздар ғой. Әр адам ойымен де Алладан сұрайды. Өздеріңіз Алладан сөйлесесіздер ғой, Алла маған бер, Алла маған көмектес деп айтасыздар ма? Айтамыз, иә. Сол жерде, сол кезде не айттыңыздар сіздер? Қандай көмек сұрадыңыздар Алладан? Денсаулығыма байланысты сол жолын тауып бер. Сұрадыңыз, не берді сізге? Компанияға Келдіңіз, өнімді пайдаландыңыз ба? пайдаланып Нәтижесін алдыңыз ба? алып өте Көрдіңіз ба? Мінекей. То есть сіз енді ол нәтижені алдыңыз, алғаннан кейін барып сіз не істеп жатсыз енді? Жұмыс жасап, не үшін жұмыс жасап жатсыз енді сіз? Әрі қарай не үшін жасап жатсыз? мен бір шеті денсаулықты жөндеуге, екінші жағынан табыс табуға да мүмкіндік бар екендігін Көрдіңіз, ал ол табыс неге керек болып тұр сізге? Құдайдан қайта не сұрадыңыз? Алла, осы денсаулығын сұрады, бердік. Мына адамдар сіз армандауды, әшейін армандаудан ұялмаңыздаршы. Біздер әбді үйден қырамыз, ақша болса деген. Бүгін емес, ақша деген атсаңыздаршы. Армандау үшін, әшейін арманды ойлау үшін не ақша керек оған? Біреу айтамыз, мен ойлама, ақша төлейсіз ма, ойлай дейміз сізге ойымыз. Сіздің жүрегіңіз айтамыз, сіздің ақылыңыз айтамыз, сен маған ақша төлейсіз сосын барып мен саған көмектесем дей ма? Бізге бәрі Алла тағала тегін беріп қойған ғой. Ақылды тегін беріп қойған, дұрыс па? Ойды тегін беріп қойған, көзді тегін беріп қойған, көзбен тегін көріп жатырмыз, көзіңізде ақыл сұрайды, сосын көрсете ма сізге? Қараңыздаршы, бәрі беріп қойған нәрсені бізде соны пайдалануды не аламай жатырмыз, бізге асырамай жол білмей жатырмыз. То есть біз не ойлау, әшейін армандау бүгіннен бастап. Жай армандауды үйреніңіздерші. Жай армандау. Жай бір бала отыраққа не істейді сізге? Ананы жеймін, мынаны жеймін деп жылай ма? Иә. Соны сіздер ол ақшаны ойлай ма, бала ақшаны түсінбейді да ол ақша не екенін білмейді. Бірақ не істейді, сол талап ете ма сіздерден? Иә. Сол сияқты сіздерді әшейін жай ақшасы Алладан сұрауды үйренсеңіздерші. Істей аласыздар ма соны? Жай әшейін ғана, Алла маған осы көмектесші, не керек сізге, не керек болып тұр әшейін например, айтыңызшы қазір. Енді соны сіз жаздыңыз, сөйттіңіз да, енді сізге не болады, әрекет жасаватсыз ғой. Сосын Алла тағала айтты, мынаны айтты, адамдар өзі звондай бастайды, аяқ астынан бір ақша келе бастайды сізге ше. Біреу сізге звондап, сен осы маған бір өнімді айтып едің, осы өнімді алайын деп едім деп, сізге не істей бастайды, мүмкіндіктер келе бастайды. А егер біз бүйтіп ойлайтын болсақ, өмір осы жетпей, жетіспеушіліктен шаршадым. Осы менің бір тиын ақшам жоқ. Туған күн келіп қалды, мен оны қай жақтан аламын, енді мен не істеймін деп біз тұңғиыққа кетсек не болады? Кете бересіз, ешнәрсе болмайды. Былай қарасаң, шынымен де ақша жоқ, шынымен де жоқ. Бірақ бізде сенім жоқ па, сонда Алла тағала жеткізеді деген. Сол сенімдік болмай тұр ғой, тура не болмай тұр ғой. Сенім, әшейін ол ешнәрсе қажет жоқ. Бір ақылды болып кетеді, бірдеме. Әр адам өзі Құдаймен сөйлеседі. Сөйлесе білу керек. Сөйлесесіздер ма? Сұрайсыздар ма? Кімнен сұрайсыздар сонда? Алладан. Сұрайсыздар ма Алладан? Обращение ғой, сұрау деген обращение дейсіздер енді. Әйтеуір білесіздер ғой бар екенін Құдаймен. Сонда соны әшейін жаңағыдай сұрап, Алла тағаладан сеніп, оған сену керек. Сіздердің өмірде болып жатыр ма ондай болды ма? Қатты қалаған нәрсеңіз, сіздің ақшаңыз жоқ, бірақ сізге сол жетіп келді ма? келді. Мен де осы карантинде мысалға жұмысым тоқтап қалды. Бір жаңағы ақша осы жерден жұмыстан алып салғанмын ғой. Сөйтіп мен енді не істеймін, ары қарай жалғастырғым келіп тұр. Сөйтіп балам звондап өзі салып жіберді ақшаны. Екінші рет көмектесіп, сол баламның несін көзге келе жатыр. Көрдіңіз бе, значит, не болып тұр, өмірде болып жатыр ғой ондай жағдай. Бірақ біз соны ұмытып қаламыз. Ойлағанымызды ұмытып қаламыз. Ойлағаннан кейін Құдайдың оны жібергенін ұмытып қаламыз. Құдайға рахмет айтуды ұмытып қаламыз. Шүкіршілік жасауды ұмытып қаламыз. Біз өміріміздің вообще ешқандай не бермей қойғанбыз ғой. Бізде өмірімізде ешқандай не жоқ, мынандай анализ жоқ. Күнде біз өмірімізде бүгін не үшін Аллаға рахмет айтуымыз керек, бүгін менде қандай жақсылық болды. Біз до такой степени мынау өмірімізде жаңа қиындық дейміз ғой, ешқандай қиындық жоқ, қиындықты туындап тұрған біздің миымыз ғой. Миымызды өзіміз басқара алмай жатырмыз ғой. Өзіміздің ойымызды өзіміз басқара алмай жатырмыз. Сонда бүгіннен бастап ешкімді кінәлауға қажет жоқ. Өмірімізде болып жатқан нәрсе болып жатыр ма? Сол қайта бола береді.
қандай көлемде ойласаңыз соны ойлай беріңіз. Сондай көлемде сіз, например, жаңағыдай ғой, бір жерге саяхатқа барғыңыз келіп тұр ма, ол жерге 200 мың теңге тұра ма, сіз ойламасаңызшы менде 200 мың теңге жоқ деп. Саяхатқа қалапқа барғыңыз келіп тұр ма, қалап тұрсыз ба, сіздің ақылыңыз қалап тұр ма, барғыңыз келіп тұр, денсаулығыңызға керек болып тұр сіздің, иә? Бірақ біз денсаулығымыз есеп тастағанбыз, жоқшылықпен тек сауысыңды жіберіп алғанбыз ғой. Сол денсаулықты кім құртып алды? Өзіміз. Уақытылы ұйықтамаймыз, уақытылы тамақ ішпейміз, уақытылы керек тамақты ішпейміз, иә? Не істейміз? Содан кейін барып өзімізді қатты бір жаңағыдай физикалық тұрғыда жұмысқа салып жібереміз, қинап жібереміз. Сөйтіп соның несін аламыз, қарымтасын аламыз ғой, өзіміз ғой істеп тұрған бәрінде. Мына біздің ойымыз тек қана ақшамен ғана шектеліп қалған. Ақшасы да адам өзінің денсаулығына қарауға болады. Егер денсаулығына керек, сіз ойласаңыз, мен денсаулығыма неғын осындай күнде осындай тамақ ішуім керек, осындай жаңағыдай мен айран ішуім керек, осындай ет жеуім керек, осындай жемшелер жеуім керек деп тек сізге ойлауға бола ма? Болады. Айтыңызшы. Болады. Сол ойлауды қабілетпен не істеп қалғанбыз біз? Айырып қалғанбыз жоқпыз. Түсіндіңіздер ме? Түсіндіңіз ғой? Не себептен сіз айтыңыздар да, не себептен мен осындай сабақ жүргіземін сіздерге. Бұның бизнесқа не қатысы бар десем, бұл тікелей қатысы бар бизнесқа. Өйткені біз енді бәріміз мұсылман болғаннан кейін барлығымыздың тапқан табысымыздың берекелі болғанын қалаймыз. Дұрыс па? Кәсібіміз адал болғанын қалаймыз. Біздің балаларымызға осы кәсіп одан әрі жалғасын тапса екен дейміз. Өзіміз ғана емес, бұл жаңағы тапқан біздің бизнесіміз одан әрі күшейіп, бүкіл ұрпағыма жетсе екен, бүкіл ұрпағым бай болса екен деп ойлайсыздар ма? Иә, ойлайсыздар ғой, иә? Бүгінгі ғана ойламайсыздар ғой. Сіздер қазір осы кәсіпке не үшін деп жатсыздар? То есть сіздер жазып алыңыздар. Егер сіз қараған қара басыңыз үшін болатын болса, сіз бұл жерге келмейсіз да. Бір 50 мың үйіңіз болса, бір 50 мың ақшаңыз болса, күнде ішіп жейтін тамағыңыз болса жүре бересіз. Бірақ сіздерді не алып келеді? Сіз жаңағы қаншылыққа барғыңыз келетіні, қызыңызға жаңағыдай оқуға түсіргіңіз келетіні, болашағын ойлап тұрсыз да оны ертең қыз баланы үйленгенге дейін ойлайсыз ғой, ана болғаннан кейін ше. Соның бәрін ойлайсыз. Туысқаныңызды ойлап отырсыз, көрдіңіз ба? Көп ойлаған сайын, көп армандаған сайын сіздің неңіз көбейеді, кірісіңіз көбейеді, сіздің ақшаңыз көбейеді. Өйткені сіз оның бәрін кім үшін істегіңіз келіп жатыр? Жаңағыдай бала шағаңыз, туысқаныңыз үшін істегіңіз келіп жатыр. Мен өзіміз айтамын да, мен кезінде жақсы компанияда фитодоход компаниясына бастадым ғой өзім. Содан кейін барып жеке өзімнің компаниямды ашып отырмын ғой. Сол кезде мен де өзім 4 баламды ойлаған екенмін. Сол 4 баламды оқытсам, соларды үйлендірсем, солардың жаңағы үйін салып берсем, солардың жағдайын жасасам десем, соған маған Құдай беріпті да. Енді қазір олардың бәрінде өздерінде бар, өздері соған талаптанып жатыр жасауға деймін да енді. Енді қарасам, мен не үшін қайтадан жасауым керек десем, мен сіздер үшін келіп отырмын. Мен сіздерге көмектескім келіп отыр, ше. Көрдіңіздер ме? Сонда мен өзім істей алған нәрсені істедім, өзім жасай алған нәрсені балдарыма үйреттім. Қазір балдарым өздерін бірінші Алла ғой енді, өздерінің кәсіптерін өздері жасап, өздері отбасыдан асырай алады. Маған салмақ салып тұрған жоқ ешқайсысы ше. Көрдіңіз ба? Енді мен не істеуім керек? Ол білім бар ғой, мен ол нәрсені үйреттім ғой адамдарға. Мен енді сол нәрсені сіздермен бөлісіп, сіздер сол жетістікке жеткізуім келіп отыр. Бірақ сіздер талапқа сай жұмыс жасауларыңыз керек. Сабаққа келген ба келу керек. Жаңа айттым ба, орындау керек оның бәрін. Орындамасаңыздар, ол не болады сіздерге? Құрбысқа шейін бұл қалады, жетістікке жете алмайсыздар. Сондықтан қазір сіздер өмірлеріңізді өзгерткіңіз келді ғой, өміріңізді өзгерткіңіз келді. Өзгерту дегенде жаңағыдай қызыңыздың жағдайын жақсартқыңыз келді деген сияқты. Қажылыққа барғыңыз келді, екінің бірі қажылыққа барғысы келмейді ғой. Иә? Ол сізге ой салып тұр Алла тағала қажылыққа бар деген. Иә? Өздері адамдарды көргеннен кейін, жоқ, мен өзім мақсатым бұл болады деп сенемін мен оған. Сондықтан сіз әркімнің айтқанына жетегіне еріп қала беретін болсаңыз, сіз қажылыққа да бара алмайсыз. Сіз жаңағы сіңліңізге алтын комплектін де бере алмайсыз. Сіз қызыңызды жетістікке де жеткізе алмайсыз. Түсіндіңіз ба? Егер біз әркімімізді ілмешекке ілініп қала беретін болсақ, ілмешек көп қой бізде. Иә. Ұялы ғой, анау не дейді екен, мынау не дейді екен. Сондықтан сіз бұл жолға келдіңіз ба? Бар уақытыңызды жазып алыңыздар. Біліміңізді, жігеріңізді, намысыңызды, бойыңызда күш жігердің бәрін осы жерге салыңыздар. Тиіп қашты деген нәрсе жоқ қыздар. Тиіп қашып еш нәрсе жетістікке жете алмайсыздар.
сіздер өздеріңіз істеп алған тіршілігіңізде жетістікке жете алмайтын болғыңыз келіп жатқан жоқсыздар ма? Ал неге тиіп қашып жүресіздер? Жаңағы нәрсенің бәрін осы жерге салсаңыз, жемісін аласыз. Оны салмадыңыз ба? Өзгеріс болмайды, енді өзгеріс болады. Бір сіздің 100 мың теңге алсаңыз, мына жерде 20 мың теңге, 30 мың теңге қосымша жүресіз. Бірақ сіздің ойлап отырған мақсатыңыз, сіздің арманыңызға ол нәрсе сізге ешқандай да нәтиже әкелмейді. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан көп уақытыңызды осы жаққа салуыңыз керек. Күш жігеріңізді осы жаққа салуыңыз керек. Біліміңізді, ақылыңызды осы жаққа салуыңыз керек. Намысыңызды осы жаққа салыңыз. Намыстан осы жерге келдіңіз ба? Намыстан осы бизнесте жетістікке жетем дедіңіз ба? Соған намыспен тырысып, соған жетіңіздер. Ал бүйтіп көлеңкемізден қорқып, жаңағы ұрлық істеп жүрген адам құсап, біреуге айтайық десек айтпай, біреуге істеп жатқанымызды айтпай, қорқып жүретін болса, онда қандай жетістік? Ондай жетістікке мен жеткен адам көрген жоқпын. Ешнәрсе өзгермейді, бірден айтайын өмірлеріңізде. Сондықтан да бүгіннен бастап мен жасай аламын, жазбаңыздар. Мен жасай аламын. Мен жасадым деген сөзді күнде айтуларыңыз керек. Мен жасай аламын. Сіздер қазір консультантты ойлап отырсыз, мен неде болған ондай? Сіз менеджерді ойлайсыздар, сіз 100 мың ойлайсыз, миллион ойлайсыз. Мен одан да үлкен мақсат қойып отырмын қазір. Мен стратегия компанияны көріп жатсыздар ғой, сіздер ойлайсыздар ма, мен қорықпайды деп, мен де, например, жасай алмайды шығар, бірақ мен жасай аламын деймін. Бірінші Құдай, мен жасай аламын. Мен оны жасадым деймін ше. Өйткені мен қазір қорқып отырсам, онда не болады? Ешнәрсе болмайды ғой. Сол ниетіме қарай, Алла Тағала мені сеніммен, мен әрине Құдаймен, Құдайға сеніп отырмын бірінші, Құдай көмектесетініне. Әрі қарай енді тек сеніп отырған жоқпын ғой мен. Мен өзімнің қолымнан келетін не істеп жатырмын, әрекетім жасап жатырмын. Көрдіңіздер ме? Сонда сіздер де ол жасай аламын, жасадым деп үйде отырған болмайды. Жаңағы нәрсенің бәрін жасаймын деп әрекет жасасаңыз, қолыңыздан келеді. Адамның істеген адам істейді. Адам тапқан адам табады. Шынымен үйде қараңыздар, өмір неден басталады? Үйден басталады, отбасынан басталады ғой, үйде балаңызға бір уәде берсеңіз, соны орындағыңыз келе ма? Иә. Сол орындамасаңыз қалай боласыз? Ыңғайсызданып, ыңғайсызданса, ол баласы да жаңа уәдені алмауға қоймайды ғой. Біздің немерелеріміз бар, бізді қоймайды. Я дегенше ізіңнен қалмайды, ана сен я дегеннен бірден қаласың ше. Сол я дегеннен кейін я деді ғой, тағы ізіңе түсіп алады. Сонда деймін да, көрдіңіз ба? Ал егер адамдарда жаңағыдай қаржылай адамның жағдайы болмайтын болса, ол баланы ұрсып тастайды, жегіп тастайды, оның жаңағы несін басып тастайды деймін да. Баланы кішкентай кезден біз уже кедей санаға тәрбиелеп тастаймыз ғой, басып тастағаннан кейін ол қалай деп ол бала сондай болады. Қараңызшы, жаңағыдай бір үлкен піл сапарға келіпті да, әкесімен бір қыз. Сөйтсе жаңағы піл кішкентай жерде неде тұр дейді, өзі дәу піл болғанмен не жаңағыдай үлкен піл жаңағы решеткада тұр дейді, решеткада тұр. Решетканың есігі ашық тұр дейді жаңағы. Сонда қыз айтады дейді, неге анау қашып кетпейді дейді, үлкен піл ғой, есігі ашық тұр ғой дейді. Сөйтсе ол кішкентай кезде әкелгеніне аяғына байлап үйреткен екен да. Кішкентай кезде қашып кетпесін деп байлап қойған ғой. Ол соған үйреніп қалған, ол қашып кете алмайды, сол жерде жүре береді, байланған жерде жүре береді deyince. Өйткені оның санасы не істеп тастады, ана туған бойда байлап, бір жүреді, екі жүреді, ол алысқа кете алмады, алысқа кете алмады, оның санасы алысқа ашық болса да есік ашып кете алмайды. Сондықтан да сабақ сіздерге керек. Сіздердің анау жаңағы кішкентай кезімізде бізді тәрбиелеп тастаған болмайды, қорқытып тастаған әдеттен арылу үшін біздерге білім керек. Мына санамызды, біз жаңа ойымызды, мына жүрегімізді, ақылымызды өсірмейінше біздер алысқа бара алмаймыз. Жаңа үйреніп қалған, мен әкем айтатын, балам жақсы оқы мектепте деп. Сондай папа не үшін жақсы оқимын дейді ғой жаңағыдай. Мектепті 5-ке бітіресің дейді да, сосын не істеймін дейді, институтқа түсесің дейді да, грантқа түсесің дейді ғой жаңағы, бәрінің арманы не? Бала жаңағы тегін оқуға түсу екен дейді ғой. Сосын не істеймін деймін да жаңағы, сосын не істейсің, жұмыс оқып бітіріп жұмыс істейсің дейді да маған. Сосын не істеймін, сұрай беретін балам, сосын папам ашуланып кетті. Сосын күйеуге тигесін деп балық жағында сұрайсың дейді. Сосын оқуым керек па сонда? Сонда
мен айтып сөйтіп тәрбиелеген да, бірақ мектеп жақсы бітірдім, институтты жақсы бітірдім, бәрін жақсы бітірдім, бірақ жаңағыдай бала шағамды асырауға ол ақшам жетпей қалды, жұмысым жабылып қалды да, потреб кооперация. Көрдіңіз ба? Сондай тәрбиемен тәрбиеленетін болса, біз ешнәрсеге жете алмаймыз. Содан сіздер қазір естіп отырсыз, сол бодаудан сіздерге рахмет. Сіз сода бодаудан босап, осы келгеніңіздің өзі, сіздер өздеріңізге рахмет айтып қойыңыздар. Бір үлкен қадам жасадыңыздар. Ешкімді тыңдамай келетін кезде сұрадыңыздар ғой, анау барайын деп жатырмын, сөйте қойға десең жұрттың бәрі шашы тік тұрып, қоймай сөйте қойға барма деп. Маған да сөйтіп айтқан, ең бірінші келген кезде кімнен бастайсың? Туысқандарыңнан бастайсың ғой жаңағыдай кіргеннен кейін. Мен сіздерде болғанмын. Сіздер ойламадыңыз, мен қазір өйстіп сайрап отқанға осындай келе қалып екен деп осы жерге. Мен де жаңағыдай осы адамдар айтайын десем қорқып, бір адам айтайын сөйтіп отқанда 10 адам зорға айтып, ойланып отқанымда, бір айдан кейін барып айтып, мен сондай болған сіздер сияқты. Содан бір таныс мене барған ғой, сөйтіп Чимкентте тұрады, қай жаққа барсаң да енді айтқым келіп отырады ғой. Сөйтіп мен де қорқып бастап жаңағы ой дейді да маған, сен де кіріп кеттің ба дейді жаңағы. Сосын қайрақ күйеу қасындағы туыстарымыз қайқа кіріп кетті, сен білесің ба жаңағы сенің ана қандасың бар еді ғой, бірдей компанияға кіріп, үйін сатып жүрген жоқ қой, үйін салып, сол далада қалып, мынау да кіріп кетті ғой дейді. Содан қорқып кеткенді, бүйтіп ойлаған ғой ішімнен өзім. Мен істедім, оған жаңағыдай 40 мың теңге таба, өзім жаңағы тамар алып, енді тап үйін сататын болса, күйеуің атында ғой дейді да. Мен де қорқып кеткен ғой, жаңағы жерге кірсем үйін салып жөнелткенмін деп. Сондай маған да айтқан оны. Бірақ ішімдегі бір күш мені жаңағы алып келгеннен кейін мақсатым мені жетелеп отырды. Маған жаңағыдай өз ішімнен тура бұл жақсы қорықпа деп өз ішімнен тәрбиелеп отырып, қорқайын десем ана адамдарға қарасам жаңағы офисқа жақсы адамдар сияқты бәрі. Ешкіммен үйін тартып алайын деп жатқан жоқ. Ешкіммен үйін сұрап жатқан жоқ, қарасам деймін да. Біреулерге айтсам жаңағыдай қорқытады да мені. Содан бір күні Оралға баратырмын, Оралдан мажар оқиды ғой. Жаңағы студенттер жинап қойып осы бизнесті айтайын деп жаңағы біз сіздер сияқты мен сетевик болғанмын ғой. Мен де жүргенмін, сумканы арқалап әлгі есігін бағып, соны кіресің ба кір деп. Содан жаңағы барсам пойызда бір ай дейді, фейерверкке кірген ғой. Солай бүкіл туыстарым, балдарым дейді, маған теріс қарап қалып дейді да. Заттарды сату керек қой, баласына да, қызына да, бәріне алмаса өкпелеп. Шырпы өкпелеп, алмаса мен алмайсың деп. Ең соңында бәрі жүйіп көріп, звонок телефонын көтермей сөйтіп қалдым дейді. Тағы ойлап қалдым да. Мен шынымен де қадірлі кетіріп аламын, жұрттың бәріне, осының бәріне өттім, бірақ мақсатым мені отырғызбады. Мақсатым айт деп тұр да ішімнен. Сөйтіп соның бәрінен өтіп, мен қазір осы сіздердің алдарыңызда осындай өзімнің жетістігіммен жеткен ең кейін сіздерге сенімді түрде сетевой жүйелі маркетингта табысқа жетуге болатынын сіздерге жеткізіп осыған өзімнің бала шағамды, көріп отырсыздар, бәрі бала шағам осы жерде жүр. Неге? Өйткені қазір ең күшті жақсы кәсіп бұл жүйелі маркетинг. Көп салымды талап етпейді. Сіздер бір ара 40 мың теңге салып өлтім алдыңыздар ма, Ары қарай бір сатып аламын десе сіз сатып аласыздар, бірақ сіздерде миллиондар, 2 миллиондар ақша салып жатқан жоқ қой сіздерге. Яғни әр адам танысыңыз, туысыңызға айтып, олар өздерінің ақшасын салып, өздерінің өнімдерін өздері сатып алып жатқан жоқ па. Содан сіздерге компания не істеп жатыр, өзінің табысымен бәрімен тең бөлісіп жатыр. Сондықтан түсіндіңіздер ғой, бүгінгі сабақтың мақсаты біздің өзіміздің ойымызды мей кімдікі? Мей өздеріңіздікі, бірақ мейіңіз кімге жұмыс істеп кеткен? Кімге жұмыс істеп кеткен мейіңіз? Кім болса соны айтқанын істеп, соны тыңдап, мейімізге салып, сосын мей соны обрабатывать етіп, мейімізді бізді жаңағыдай істеп кеткен, мейіміз өзіне бағындырып кеткен ғой. Неше түрлі көрген, естіген, керек емес ойлар, керек емес жаңағы көретін киноларымыз, телесериалдарымыз, керек емес жаңағы әңгімелер, құлағымызға естіп, миымызға кіргізіп, соны ойлап жүреміз ғой. Біреу бір әңгімесін айтса, соны ойлап, соны біреуге айтқымыз келіп, соны біреуге звондап, уақытымызды бөлуге жетеді біздің уақытымыз, ананы жеткізуге адамдарға. Бірақ керек нәрсені адамдарға жеткізуге бізде уақыт жоқ. Бизнес жасаса уақыт жоқ дейді да. Бірақ жаңағыдай әңгімені айтып, телефонда 2-3 сағат отыруға уақыт бар. Жаңағыдай керек емес ақпаратты кіріп телефонға қарап отыруға өздерін тыңдап уақыт бар. Сөйтесіз тыңдайсыздар ма? Телефон деген ауру болуы қазір көргім келіп тұрады, ашқым келіп тұрады. Керек емес жаңағыдай программаға кіріп кетіп, сообщение болып, қарап отырса бір кезде соған 2 сағат уақытым кетіп қалады. Сол 2 сағатты сіз осы бизнесті үйренуге, осы спонсорыңызбен сөйлесуге,
бір өзімізге пайдалы кітап оқуға жіберудің орнына не істейміз? Уақытымызды да, денсаулығымызды да бос нәрсеге жіберіп жатырмыз. Өйтетін болсаңыздар, бизнестарыңыз сіздерді алға баспайды. Түсіндіңіздер ғой? Біріншіден кім үшін істеп жатқандарын біліп алыңыздар. Неге керек екен? Сосын сенімсізді болсаңыздар, неге сенбей тұрсыздар? Ашықтап алыңыздар. Мұндай болады. Жаңа осындай бір бізде трудоустройствоның жаңа компаниясында бір отдел кадр танысым болды, соған барған ғой. Айтайын деп бәр жерге барамыз ғой енді. Сөйтіп жаңа осы шайды айтамыз ғой, ең арзан ішіндегі шай ғой. Соны шайды айтып отырсам жаңа Каримова Сауи Каримова деген кісі болыпты жаңағы. Ертең осы сен шөбің таусылып қалса, ал не істейсің дейді да. Ал сен шайды сатып алсаң, таусылып қалса не істейсің дейді. Соны не жауап бересің ана жерде? Ол енді компанияда қанша шай бар екенін білмеймін ғой енді мен. Сен ғана алма 10 шақты шайды сатсам болды ғой. Соны не деген ғой? Сәуле апай, сіз қыз осы индийский чай ішкеніңіз қанша болды деген ғой. Өзі қазір 50-де. Кем дегенде айтшы да 5 жастан бастап ішкен 45 жыл болды ма ішкенің деген ғой. Я дейді, таусылды ма деймін ғой, жоқ дейді да. Олар сонда шөп емес па деймін ғой. Ана қантты жегеніңізге қанша болды деген ғой, жаңа сұрақ. Сол жерде бір өзім не тауып кеттім да жаңағы. Жауап беремін, шығу жолын тауып кеттім да. Ана кітпегізімізде қант жеп ол қантты да неден жасайды? Қызылшадан жасайды, я болса жаңағы тростниковый Африкада қант не саламыз жаңағы. Жапырақтан соны жасайды ғой деген ғой, таусылған жоқ қой. Ол да таусылмайды деген ғой. Сөйтіп шығып алып бара жазғандаймын ғой. Бізде компанияда қанша шай бар. Шөптерді қаяқта егіп жатыр деп, шөп таусылып қалмай ма деп. Сөйтіп сұраған ғой. Сондықтан любой ситуация шығып, әрі қарай сенімсіз болсаң, сұраңыздар. Неге сенбей жатсыздар? Кімге сенбей жатсыздар? Жүрек өздеріңіз жабылып қалай бергенше дейді да. Түсіндіңіздер ғой, иә? Сондықтан сіздерге біреу жаңағыдай сенбей жатыр ма, ол сізде тұрған сенімсіз. Біреулер қорқып жатыр ма, сізде тұрған қорқыныш. Сондықтан адамның бізде бәрімізде ақыл деген бар ғой, бұрын адам ақыл қаяқта десе мен мида деп ойлайтын, мида деп жауап берген ғой. Сөйтсе ақыл деген ол біздің жүрегіміздегі нәрсе екен. Ақыл деген егеулі дән дейді, суарылса оған да бітеді жан дейді. Егер ақылыңыз сіздің осындай білім арқылы, осы кәсіпті де үйрену арқылы ақылыңыз өссе, сіз білімді түрде адамдарға айта аласыз, білімді түрде жеткізе аласыз. Яғни сіздің ақылыңыз, сіздің жаңағы армандап тұрған қызыңызға сол көйлекті алып беруге ақылыңыз жетіп тұр ма? Ақылыңыз қалап тұр ма? Сіздің өміріңізде ол пайда болады. Біздің ақылымыз, сондықтан адамдардың кішкентайлап сіздерді ашып жатырмыз да. Қазір бірден айтсақ, миллион аласыз, 2 миллион аласыз десе, сіз сенбейсіз. Өйткені сіз 100 миллион, 100 мың теңге, 200 мың теңге алған жоқсыз. Сіз осы уақытқа дейін жұмыста қанша алдыңыз, айлығыңыз қанша? 80 мың. Сіз қанша алып жүрсіз? 180. Сіз сол деңгейде сене аласыз. Сол деңгейде таба аласыз тағы табыс. Бірақ қазір 1 миллион 800 мың теңге алады десеңіз, сіз оған сенбейсіз. Ақылыңыз өйткені алып көрмеген оны. Сонда сіз сенбей отқаныңыз да сол шығар. Бір үлкен мақсат қойып қойдыңыз өзіңізге. Сол табысты табатыныңызға сіз сенбейсіз. Өйткені осы уақытта неше жыл жұмыс істедіңіз, сіз 180 мың теңгемен оны таба алмадыңыз да. Дұрыс па? Енді келіп бұл жерден соны тауып кетуге сенбей тұрсыз. Мүмкін бе сондай? Мүмкін, иә? Соны ашықтап, сабақ келіп, сабақ алу сіздердің ақылдарыңызды өсіреді. Өздеріңізді оятады, ұйықтап қалған бүкіл бойыңыздағы жақсы қабілеттер бар, таланттар бар, соны ашады. Сөйтіп сіздің сенімділіктеріңізді арта бастайды. Түсіндіңіздер ме? Кімде сұрақ бар? Түсінікті бәрі сұрақ жоқ. Тек не істеу керек, іске көшу керек. Жаңағы осы жерге келдіңіз-ба, бүкіл арманыңызды осы жерден көріп тұрсыз ба, бүкіл уақытыңызды, бүкіл жаңа біліміңізді, бүкіл жаңағыдай күш-жігеріңізді осы жерге салыңыз. Сұрақ болса? Сұрақ жоқ.